Бәріне сәлем достар. Бүгін менің YouTube каналымдағы екінші видео. Ол таза лайф влог болады. Яғни қазір жатақханадан мен шығып бара жатырмын сабаққа қарай. Яғни университеттен жатақханаға дейінгі барлық сәттерімді, бір күнімнің жартысын сіздерге арнап влог ретінде түсіремін. Ол жерде университеттегі менің өмірімді, университеттегі әдемі вайбты сезетін боласыздар. Күн салқын екен ғой. Мен деген жылы киініп шыққан жақсы болған, куртка киіп. Әйтпесе прям бізде Қаскеленде өте жаңбырлы күн. Ендеше кеттік. Так вот, қазір универге шығып бара жатырмын. Менде бүгін look of the day осындай. Ақ кофта, ақ футболка и, конечно, қара шалбар классикалық, потом күздік қара ботинка. И қара куртка, потому что күн қазір жаңбыр погода. И қызыл шоппер, қызыл сотка. Бүгін шопперді алып шыққан себебім, бізде ноутбук керек болады бүгінгі сабаққа, сол үшін. И смотрите, сөмке деген күшті шоппер. Та-дам! Бізде бірінші сабақ бітті. Мен түскі ас ішуге қазір кантинға бара жатырмын. Бізде кантин іші осындай әдемі, тамақтарға толы. Бірақ та мен не жерімді білмей тұрмын. Қазір осылай очередь күтіп тұрған жайым бар, себебі адам деген өте көп және орында жоқ. Білмеймін қазір қайда отыратынымды, себебі қазір мен бір өзіммін. Барлық группаластарым кетіп қалды, и мен қазір өзім тамақтанамын. Вот, придется сэндвич алдым біреу, потому что басқа ештеңе жоқ, жейтін көбіне тәттілер және ең дәмді деген тамақтардың өзі бітіп қалған. Негізі кантинға кешірек келсең, барлық күшті тамақтар бітіп қалады. Сол үшін де сэндвич ала салдым. Енді соны ысытып, бір жерге барып отырып тамақ ішіп алу керек. Вот, әйтеуір келіп, бір жерге қыстырылсып орын таптым. Бір үш қыз отыр екен, солардың қастарына барып отыра салдым. Хотя біздің езуда бір жақсы, самый дружный ғой, бір-біріне отырма деп айтпайды. Солысы жақсы, барлық бір-бірімен араласып танысып кеттік үш қызбен де. Вот солай, бірақ мына алған сэндвичтің білмеймін, қағазын әзір дегенде аштым. Оған жеуге дейін желание кетіп қалды, тіпті мынаны ашамын деп. Солай тамақ ішіп, ауқаттанып алғаннан кейін ары қарай енді қазір маған кітапханаға бару керек, себебі бітіретін сабақтар бар. Бұл біздің кітапхананың іші өте жарық. Қазір еще андай погодамен бірге күшті болып тұр. Бұл жерде өте көптеген кітаптардың сандары бар. Яғни сізге қандай қажет кітап, соның барлығын таба аласыздар. Маған деген бір сабақтан феминист туралы бір кітап керек еді, соны іздеп жүргенмін. Содан кейін осындай ноутбугымды ашып, ертеңгі сабақтарды орындап тастадым және қандай сабақтар берілгенін бір қарап шықтым. Сабақтарымды аяқтап, енді универден шығып бара жатырмын. Бізде университеттің жалпы шыға берісі осындай. Бүгін күнмен бірге осындай погодамен кішкене пасмурны болып тұр. Бірақ та ауа райы өте керемет. Қазір мен университеттен шықтым, бірақ күн әлі де салқын. Негізінде бізде екінші сабақ болмай қалды, видеожурналистика деген. Онымен бірінші сабақ болды. Содан қазір шығып келе жатырмын, кітапханаға кіре берсем бізде квиз болады, митка болады. Солар жақындап келе жатыр, кітапханаға барып дайындалып алдым. Вот солай қазір енді жатақханаға қарай қайтып бара жатырмын. Бізде мұнда жерде машиналар өте көп өтетін болғандықтан өте шумны естіледі. Бірақ қалған қазір универдегі менің бүгінгі күнімді арнайы дыбыс жазамын. Сол арқылы көресіздер. Аз үйге барып монтаждау керек.
жатақханаға қайтатын жолым. Үнемі осы жақпен қайтам. Бұл менің жатырған қазір жатақханам. Университетке примерно 5 минутта жетуге болады. Екеуінің арасы алыс емес, хотя бірақ жол ужасындай жүретін. Вот солай. Рахмет, бүгін менің влогымды қарағандарыңыз үшін. Егерде ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.